Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылардың қатарынан бірінші болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк түймесін баса кеттіңіз. Түркістан облысында жантүршігерлік жол апаты болып, 3 адам қаза тапты. Апат кезінде ауа райының қолайсыздығынан жағдай одан әрі қиындаған. Түркістан облысында жантүршігерлік жол апаты болып, 3 адам қаза тапты. Видеодан алынған кадр. Түркістан облысында тағы бір жол апаты бірден 3 адамның өмірін қиды. Тағы 10 адам зардап шекті деп хабарлады Түркістан.кз, Массагет.кз сайтына сілтеме жасап. Жол апаты Шаян екпінді тас жолында болған. Бұл жолда жергілікті тұрғындар өте тар болғандықтан қауіпті деп есептейді. Апат кезінде ауа райының қолайсыздығынан жағдай одан әрі қиындаған. Қалың қар жауып, ауа температурасы күрт өзгергеннен кейін трасса көктайғақ болған. 3 адам оқиға орнында көз жұмды. Екеуі хирургия бөлімінде жатыр. Дәрігерлер жансақтауда тағы 2 адамның өмірі үшін күресіп жатыр. Әсіресе ауыр халде жатқан 19 жастағы жігіттің жарақаты алаңдатып отыр. Қалған зардап шеккендер медициналық көмек көрсетілген соң үйіне шығарылды. Қазіргі таңда аталған факті бойынша тиісті сараптамалар тағайындалып, оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр, деді Түркістан облысы полиция департаменті жергілікті полиция қызметі басшысының орынбасары Ерлан Асқаров. Түркістан облысының полицейлері жүргізушілер мен жолаушыларды жол ережесін сақтап жолда сақ болуға шақырады. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видео ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз.